Уақытын жоспарламайтын адам, ол қандай адам? Біздің эпиграфымыз. Уақыт қайтып келмейтін қазына, оны жоғалту, өзіңді жоғалту. Сіз көріп тұрғандай, бізде мынандай баспалдақ бар. Осы баспалдақпен уақытты жоспарламайтын адам көтеріледі. Амна жоспалдақпен уақытты жоспарламайтын адам төмен қарай кетеді. Ол қандай болады? Жалқау, ісінің берекесі жоқ, өзіне сенімсіз, жетістікке жету қиын, көзелісте болады. Оған не себепті? Телефонға әлеуметтік желімге көп уақыт жұмсайды. Мысалы, керек емес сайттарға кіріп, оларға уақыт көп бөледі. Пайдалы нәрселерге уақыт бөлмейді. Бастаған ісі аяғына шықпайды. Ол бір нәрсені бастайды да, аяғына жеткізбейді. Себебі ол басқа нәрселерге көңіл аударады. Уақыт тапшылығына жиі шағымданады. Ол басқа нәрселерге көңіл аударып, уақытын бағаламайды. Сосын көп шағымданады. Өз даму жолын нақты білмейді.